15 минутта дайын болатын бешбармақты асығыс кезде сіздер де жасап көріңіздерші. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады екен. Ол үшін бізге керегі дүкеннің дайын жаймасы және консервдегі осындай бұқтырылған ет, яғни тушенка керек болады. Мен де бір банка қолдандым. Сіздер көбірек шығу үшін 2-3 банка қолдана берсеңіздер де болады. Енді осының үстінен тураған пиязымызды саламыз. Пиязымыздың үстінен дәміне қарай қара бұрыш тұзымызды саламыз. Жақсылап бір араластырғаннан кейін үстіне 1,5 стакан суымызды құямыз. Және осы суымыз қайнаған кезде дайын жаймамызды судың беті толықтай жабылатындай етіп барлығын осылай жайып салып шығамыз. Енді жаймамыздың барлығын салып болғаннан кейін оның үстінен тағы да бір жарты стакандай су құйып жіберсеңіздер болады. Бетін жауып, астын жай отта 15 минуттай бұқтыратын боламыз. Міне біздің бешбармағымыз толықтай